Ыстық суды қалай ішу керек? Таңертең аш қарынға тамақ алдында 5-10 минут бұрын немесе тамақтан кейін 20 минуттан соң. Күні бойы термосқа ыстық су құйып, әр 2-3 сағат сайын ішіп отырсаңыз, бүкіл ағзаңыз жеңілдеп алады. Температурасы тым ыстықта, салқында болмауы тиіс, ауызда ұстап тұруға жайлы болуы керек. Пластик құтыдан емес, термос не әйнек ыдыстан ішкен дұрыс. Өйткені ыстық су пластиктен зиянды заттарды өзіне тартып алады. Лимонды күнде емес, анда-санда ғана қосуға болады. Өте ыстық суды ішуге болмайды. Бұл өңешті күйдіріп, тіпті қатерлі ісікке апаруы мүмкін. Кулерден ұзақ тұрған суды тұрақты түрде ішу эндокриндік жүйеге зиян. Бүгінде әлемде миллиондаған адам таңды ыстық сумен бастайды. Дәрігерлердің тәжірибесінде де ыстық су ішкеннен кейін адамдардың ас қорытуы түзеліп, энергиясы артқаны байқалған. Тіпті өз елімізде